вообще, для чего нужен этот праздник? Скорее всего, то, что молодежь Казахстана — это будущее Казахстана, нужно давать, не знаю, отдыхать как бы. Керемет өтуде, онымен осы Оралдың адамдармен қоса, жұлдыздармен қоса, басқа да жұлдыздар шақырған. Бұл дейтін қазіргі жастарға өте жоғарғы әсер етуде, көңіл күйде жақсы. Сәлеметсіз бе дана, мейрамыңыз құтты болсын. Қалаға алғаш рет келдіңіз бе сіз? Орал қаласына алғаш рет келуім. Негізі бүкіл облыста болыппын, осы уақытқа дейін ойланып жүрмін. Тек осы Оралда болмаппын. Бірақ маған көбінесе Инстаграмда жазып жататын оқырмандар, неге Оралға келмесе, өзім ойымда жүрді. Сондықтан ниетім болған шығар, бүгін келіп қалдым Оралға, қатты ұнап жатыр. Мен енді Батыс Қазақстан облысы болғаннан кейін Ақтау, Атырауда, Ақтөбеде болдым. Соған ұқсайтын шығар деп ойладым. Табиғаты, ауа райы, барлығы, адамдары, сөйлегендері. Сөйтсем өте ерекше. Басқаша ешкімге ұқсата алмадым. Келгеннен ауа райының өзі бір сондай жағымды, тыныш, сондай бір қала айта алмаймын сөзбен жеткізіп. Сосын адамдардың сөйлегені де, мәдениеті де жалпы маған қатты ұнады. Өте мейірімді, сондай қазақшасы да таза, маған ұнады. Жасыл қала атауына лайықты ма? Қалай ойлайсыз осы қала? Мен осында келгеннен кейін ғана біліппін, айтты, жаңа достарымыз күтіп алған айтты, Оралда ең таза ауа екен, осындай табиғат жағынан деп. Я, келсем, өткен маған сезілді бірден. Мен енді Алматыдан кәдімгі қайнап жатқан ненің ортасынан келген екен, қаланың ортасынан келген екен, қатты білінді. Бүгін көңіл күйім болмай шыққан, негізі таңертең жолға. Кәдімгі бір өз-өзіммен бір тынышталып, жақсы болып, бір рухани жақсы болып отыр бүгін. Жарайды, енді ендеше Ақжайық жастарына, Батыстың жастарына, немесе бүкіл Қазақстан жастарына осы шығармашылық әлемде алғашқы қадам жасап отқан жастарға бір айтар тілегіңіз болады ма? Ең бірінші жастарға айтарым, камераға қарап айтайын ба? Сіздерге айтарым, жастар. Ең бірінші мақсат керек. Мақсатқа жету үшін еңбек керек. Менде шыны керек, осы шығармашылық жайында айтатын болсам, кішкентайымнан армандадым. Менде осылай әнші болуды, халықтың қошеметіне ие болуды. Сондықтан кішкентайымнан еңбектендім. Шыны керек, анам ең алғаш рет музыкалық мектепке берді. Одан кейін колледж оқыдым, музыкалық консерваторияны бітірдім. Қазір магистратураны аяқтадым. Сондықтан өнертану ғылымының магистрымын. Бұған біз оңай келе салған жоқпын, шыны керек енді. Әр әншінің жолы әртүрлі, бірақ мен өзім оңай келген жоқпын. Көптеген сындардан өттім, көптеген жаңағы оқуда оқып жүрді, мұғалімдер сенен ән шықпайды деген сөздерді естіген болатынмын. Сондықтан ешкімнің сөзіне ермеңіздер. Әркімнің өзінің түйсігі болады ғой іштей. Сондықтан өздерінің ішкі сезіміңізге сеніңіздер. Егер шығармашылықта осы әнді, өнерді жақсы көретін болсаңыздар, алдарыңызға үлкен мақсат қойып, еңбек тынбай еңбек жасайтын болсаңыздар, сіздерде барлығы болады, армандар орындалады. Мен оған өзім қалай айтсам болады, куәгермін. Және де білмеймін енді, қазір сөз таппай тұрмын, кішкене эмоцияда тұрмын, жаңа ғана шығып өлең айтып қайттым. Сондықтан баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Ең бірінші денсаулық болсын, денсаулық болса барлығы болады. Тек қана алға.